Жолда лебіздерімізді айтып, бір-бірімізге жақсы ниетте тілектерімізді айтамыз. Айгүл бастай ғой. Сабағыңды жақсы оқып жүре бер. Сабағыңды жақсы көңіл кесер. Сабира, саған тек қана осы күнде күшті күндер болып өте берсін. Жолдас, сен өмір бойы күлімдеп жүре бер. Олар жұмсап тұрамыз. Кәрімай, сабағын жақсы оқы. Адила күнде ақылды қыз болып жүре бер. Жанар ешқашан өмір күлімдеп жүре бер. Сабағыңды күшті оқы. Бүгінгі күнде сізге сәттілік тілеймін. Рахмет оқушылар бәріне де. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тоғызқұмалақ ойыны. Тоғызқұмалақ ойынын суретте көріп тұрғандарыңыздай тоғызқұмалақ тақтасы деп аталады. Тоғызқұмалақ тақтасының ең бірінші түсіндіріп өтейін. Екі көлденең отау және 9-9-дан 18 отау, тік отау болады. Әр отауда 9-9 құмалақтан 162 құмалақ болады. Тоғызқұмалақ ойыны суретте көріп тұрғандай тақтада ойналады. 9-9-дан тік отаулар және көлденең екі қазандықтан тұрады. Бұған шар тәріздес құмалақтар ойналады. Шар тәріздес құмалақтар әр отауда 9-9-дан 162 құмалақ пайдаланылады. Бұл ойынды екі ойыншы арасында ойналады. Жүрісті бастайтын бірінші ойыншы бастаушы, екінші ойыншы қостаушы деп аталады. Әр ойыншының қазандығы қарсыласының қазандығында тұрады. Бастаушы ойыншы өзінің отауларының біреуінен бар құмалақты қолына алып, тек біреуін ғана қалдырады, қалған құмалақты алып, қарсыласының отауларына салады. Қарсыласының отауына салып, қай неге отауға түседі, сол отаудан жоқ болса, алып өзінің қазандығына салады. Егер тақ болса, оны ала алмайды. Түсіндіңіздер? Қарсыласын деген, мысалы 9 болып тұр, қазір осыдан бір отауынан алып қарсыласының отауына салғанда 10 болса, өзінің қазандығына салады. Сөйтіп, екінші қоштаушы да дәл солай өзінің ұяшығынан алып, қарсыласының ұяшығына салады. Қарсыласының ұяшығында жоқ болса алады, тақ болса ала алмайды. Түсіндіңіздер оқушылар?
жаңа көрдіңдер ғой, қарсыластың командасында бастаушы мынау ғой, қарсыластың командасында екі шарик бар жер, құмалақ бар жерді білесіңіз ғой. Қарсыластың командасында екі құмалақ бар жерді көріп тұрсың ғой. Сол жерге жететін шарды тауып аласың. Қайсысы бар? Мынау деген нешінші ящик? 6-шы ящик та, 6-шы ящик. Осы 6-шы ящикқа баратын тасты табамыз мына жерде. Бастаушыдан. Қайсысы бастаушыдан? Қайсысы бар? Көрсетті ғой, видеода көрсетті ғой, қайсысы бар? Нешінші ящик бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы ящик. 6-шы ящикта 10 құмалақ бар. 10 құмалақтың біреуі өзінде қалады, сосын біреуі өзінде қалады, қалған 9-ды қолына аламыз да, ящиктарға таратамыз, отауларға таратамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ящығымыз келіп тұр. Біреуі өзінде қалды. 10 ғой мына жерде. Үшеу болды. Үшеу дегеніміз уже біз тұздық аламыз деген сөз. Түсіндіңіз бе? Мынаған 3 тас түссе тұздық аласың. Тұздықты алып, ақ немен бегейсің. Осыған түсіп отқан, осыған екінші қостаушы жүреді ғой. Қостаушы жүргенде осыған түсіп отқан құмалақтың бәрі мынау қарсыласының қазандығына түсіп отырады. Ол қарсыласының құмалақтарды есептеледі. Сосын тұздық алған жағдайда бірінші қостаушы алған, мысалы 6-шы ящик бар, содан екінші адам алмайды, екінші қостаушысы алмайды. Мысалы 6-дан алды ма, келесі команда ящикта 6-дан алмайды. Сосын 9-дан алуға болмайды тұздықты. Түсіндіңіз бе? Сұрау. Енді ақ сұрау. 9-9-дан тұр ғой. Көрдіңіз ғой, 9-9-дан тұр. Енді сен өзіңнің неңді жабық болу үшін 10 болып қою керек, бәрін жып болып қою керек. Мына жақта тақ болып тұр. Тақ болып тұр қазір екеуінде де. Сол үшін 2-ден бастап алып жүргенің жақсы. 2-ден бастап алып жүресің, бәрін 10-ға жабасың. Сөз алып жүр. Көрдің ба? Енді мына жерде 10 болды. Көрдің ба? 10-ды өзіңнің ұяшыңа саласың. Ол өзі жабық отау демейді. Жабықты өзіңе аласың. Бәрі енді сенде айкөрген бәрі ашық тұр. Көрдің ба? Ол бәрі 9 болды. Енді сенде алып жүр. Біреуін қалдырасың. Мында келді. Мынада неше болды? 10 болды. Енді бұны аласың. Жұп болса аласың. Қызарып дұрыстап түсіріңіз. Енді жүрісте, енді көңілде соңғы жақтан бастап жүресің. Түсіндің ба? Соңғы яқтыдан. Енді бұл да 10, сенде де 10. Бәрі 10 болып тұр ғой. Енді мына жерден бастап алып, несін яшықтарын ашуымыз керек. Көрдің ба? Айкөркемнің барлығы 11 болды. Енді сен барып оны алуыңа болады. Енді айкөркем сен қарайсың, қайсысы келеді, қайсысы келмейді. 11-ді алып көшуің керек, сен жабуың керек бәрін. Түсіндің ба? Айкөркем, мына жақты да қарап қойым. Мына жақты да қарап қой, мынаның жүрісінде. Бұнда ала алмайсың ғой, ешқайсысын. 9-9-дан тұр ғой. Көрдіңіз ғой, 9-9-дан тұр. Енді сен өзіңнің неңді жабық болу үшін 10 болып қою керек, бәрін жып болып қою керек. Мына жақта тақ болып тұр. Тақ болып тұр қазір екеуінде де. Сол үшін 2-ден бастап алып жүргенің жақсы. 2-ден бастап алып жүресің, бәрін 10-ға жабасың. Сөз алып жүр. Көрдің ба? Енді мына жерде 10 болды. Көрдің ба? 10-ды өзіңнің ұяшыңа саласың. Ол өзі жабық отау демейді. Жабықты өзіңе аласың. Бәрі енді сенде айкөркен бәрі ашық тұр. Көрдің ба? Ол бәрі 9 болды. Енді сенде алып жүр. Біреуін қалдырасың.
Bunday geldi. Mınada neçe oldu? 10 bo'ldi. Endi buni alarsan. Jip bo'lsa alarsan. Qizarib ketib turibsiz. Endi juristni endi ko'ngli nasıl so'ngroqdan boshlab berasiz. Tushundingmi? So'ngini yaxshi ko'raman. Mana endi bo'ldi 10, sende de 10, bari 10 bo'lib turg'u. Endi najdan boshlab olib, ana nesini yoshlarni ashuvimiz kerak. Ko'rdingmi? Nak ay ko'rkemning barlig'i 11 bo'ldi. Endi sen borib uni olmoqqa bo'ladi. Endi ay ko'rkem sen qaraysan, qaysi keladi, qaysi kelmaydi. 11 da olib ketishing kerak, sen javob kerak bari. Tushundingmi? Ay ko'rkem, buyoqqa qarab qo'y. Buyoqqa qarab qo'ynan yursinda. Bunda ala olmaysan o hech qaysi. Bu aksirov degan erejesi, to'g'rilikda kesilgan aksirov degan erejesi. Shunday bostovchining nesinde уже qumalaq qolmagan. Ko'rdingizmi? Qumalaq qolmagan. Eng so'nggi qumalaq o'tadi. Eng so'nggi qumalaqni hozir postovchilar yuradi. Postovchilar yuradi. Shundan keyin bunda hech qanday qumalaq qolmaydi. Buni aksirov deb ataladi. Уже yurish yo'q bunda. Tushundingizmi? Qarshisida ne bor? Yurish bor, biroq bostovchida yo'q. Tushundingizmi? Sonra eng so'nggi qumalaqni yurgandan keyin buni yurish bo'lganidan aksirov deb ataladi. Aksirov egarda aksirov bo'lgan joyda mana qozondog'da qozondog'da qarshilasin bostovchining qumalog'i qozondog'i mana-ku. Osunda qumalaqlar soni 82 bo'lsa, u qancha joyda aksirasida 82 tasi bo'lsa, u o'tib ketishi mumkin. Tushundingizmi? Egarda 81 da 81 bo'lib qolsa, ikkovini tengdey ball berdi. Buna qarşılasında kumalaklar kaldı o, ko'rib tursiz-ku. O'sha kumalaklarni qarshilasi o'zining qozondog'idan soladi. Buna qozondoqqa soladi. So'sinlar esepkeladi. Buna qansalmaydi, buna o'zining qozondog'idan solinadi. Tushundingizmi? Buna o'zinde qolgan tasning bari, o'rnida tas qolgan yo'q, bu hech qanday solib jira olmaydi. Jira olmagan yerda o'zining taslari o'zining qozondog'idan soladi. Tushundingizmi? So'sin qozondoqdagi kumalaklarda eseplaydi. Eğer 80 aksıran komanda 82'den azıp ketse, 82-83 olsa, уже бұл ұтарып деген сөз. Түсіндіңіз бе? Енді бүгінгі сабақта түсінгеніміздей аksırау дегенде тоғызқұмалақ ережесі не деген сұрақтарға жауап береміз. Әркім қазір сұрақтар таратылады, соның астына жауаптарыңызды жазасыз. Sızlıkta neden öğrettim o? Sızlıkta kalay alamız. Ay köpüğüm çıktı orada. Şimdi sıraklarda kalın, doğulmalar oyun tahtasının kabusunu atalım. Doğulmalar oyununda ayıkım o. Doğuldan 18 oyun. İki kazan. Kızım, bir sıraka sonrasında 9'dan 18 kazan, otav, 2 kazan, sonra 162 kumalak var, bir sıraka.
Thank